Ассалаумағалейкум, тұтас қазақ елім. Мына көкек шықты ғой, көкек. Күн жылы, таңертең ете жел болды кеше. Бүгін мысалы кереметті. Енді мен осы бейнеролигімді Атырау облысы Құрманғазы ауданына жіберейін отырмын да. Айтпағым, мына Қиғашқа жүретін маршрут, енді бастығына жолдаймын ғой енді. Бірақ соны жеткізетін халыққа мен сенем, және Атырау облысы Құрманғазы әкімшілігіне таратып жіберейік, бөлісіп жіберейік. Бізде сондай бір қандай бар, бір тәкаппарлық бар, бәрімізде бар ондай. Мен кеше бір группа аштым, Құрманғазы аудандық Қиуаз, Әжже, Рақымжан Отарбаев, Жұмекен Әжмеденов деген бір группа аштым да. Оған бір жыл болды ашқаныма. Мен бүткіл жазушылар, әрбір жерде істейтін мекеме, Атырау облысының әкімдігі, Құрманғазы ауылының әкімдігі бәріне тараттым да. Ганюшкино деген топ бар, бола берсін, бірақ аты өзгерді ғой уже. Сол сезімнен, сол неден оралу керек, мына түсу керек, тәсіске деймін ғой. Бізде мына бір уағыз айтайық десек, енді уағыз айтуға болмайды. Ана кешегі нені естіп жатсыздар? Елтаңба бағанағыдай әрбір жерден қоқыстан алып келген, тауып алған даладан, соған 200 мың айыппұл төлеген. Ал енді көлікте жерде жолда кәтірсіздер, келе жатсыздар, көлікпен отырсыздар машинада. Әрбір жерде байқаймын, оны түсіре алмаймын, бірақ ертең ана неде бағанағыдай түсіреді екен ғой камерада, ондай жүргендерді. Оған дейін сіздерге шамалы не болсын деп, сондай сақ болу керек та. Атырауға көптен шыққан жоқпын, Атырауда да солай дейді жолда таксисттер. Қайтып кетіп батады да, еще адам жинап атады дейді. 2 адам керек, 3 адам керек деп. Соны қою керек ағайындар. Енді айтпағым, маршрут кесесі керек маған. Қиғашқа жүретін, Сапоннан, мысалы, Сапонға барғанда, Сапонға ішіне кірмейді. Неге кірмейді? Сол. Екіншіден, тек қана Жаңауылға баратын, Кудыршовқа баратындар бар. Кудыршов атауы неге орысша әлі? Бөкейханға бөлек, Көптоғайға бөлек деген сияқты. Самаркин, РТС, соның бәрін бір график шығаратын ғой ағайындар. Бұлай бағанағыдай реклама, жарнама істеп жүргендер адамдар бар. Оңай, қиын емес қой, жасай қойыңдар шеш. Және қазір мынаны группаларға салам. Құрманғазы топ деген ол Фейсбукта. Неге кіріп алмайсыздар? Неге жекелерге де жіберіп жатырмын? 250-300 группаға жібердім кеше. Фейсбук, Инстаграм, бағанағыдай WhatsApp топтарға. Сонда бір адам жауап бермеді. Bir адам жауап берді, Красивкідегі бір ағам бар еді. Бармыз деп те қана. Қиын ба сонда деймін де, группаға кіруде. Мысалы, Ганюшкина топ бірдеме деген бар. Оның ішінде бәлен адам бар. Құрманғазы топ бар. Бірақ неге именно менің группама кірмейді деген ғой. Менің группамды ұрлап кетті ғой кезінде, білесіздер ма? Ол адамдар да отыр группада. Әлем бешіктері деген группа бар, ішінде 10 мың адам бар. Оны да ұрлап кетті. Атын айтпай қояйын. Бірақ ұрлық түбі қорлық. Амантта олар кесте керек ағайындар. Құрманғазы ауданы. Ганюшкин болды, өлді ағайындар. Қазір жаңадан мына құттай бүлдіршіндерімізді, сәбилерді соған үйрету керекпіз. Бір мектеп па, бір мектеп тұрсын, ол мектепте жауапты керек, қазақша болу керек деп. Сонда мына сана сезім бәрі оянады. Сіздерде сол орыс қыл, баяғыда араб қыл deyip бағанағыдай Қытай қыл деп жүрмейсіздер ғой. Бәрі бөлінбейміз, бөлінгені бөрі жейді, бірақ та атау бір болу керек, ана тіл білу керек, қазақ тіл бір болу керек. Қазақ тілі, қазақ әдебиеті деген сияқты ғой. Ежелгі тарих, бұрынғы тарих, ондай жоқ қой қазір. Ал онан да осы ана тілімізді құрметтейік, білейік, таратайық, бөлісейік. Бұда тұрған не бар? Мен бір жерге кетіп жатыр едім, Қиғашқа. Енді кетпей тұрып, мен ол білем, ол солай болатын. Қытай балдар орнынан тұрмайды. Сапонға да бардым, Утераға да бардым, Марғардияға да бардым, Шағырлыға да бардым. Кәтірғанда, Жаңауылдан кәтқанда тоже құттықанай балдар тұрмайды, бүлдіршіндер, сәбилер. Төледім ғой деп отырып алады. Көрдіңіздер ма? Бұрын бізде қалай болды? Бір дастарханда шай ішеміз, ас қайырамыз, кетеміз.
ұрма, соқпа, ұрлама, бүйтпе, сөйтпе, түзу бар, түзу кел. Бәрін орындадық барымызша. Енді мына қалған ұрпаққа соны айтуға бізге міндет ағайындар. Енді бізде айтылады ғой, әрбір жерде айтылады, оны мен келесі видеода жариялаймын. Ақыретте, қияметте деген сияқты. Оны осыған қоспай ақ қояйын. Мұнда тек қана шөпірлерге маршрут кестесі және бағана сақ жүруді, жылдамдықты қатты жүрмей жай жүру керек қой. Амандықта, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.